Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы тіл және сөйлеу. Бірінші жаттығу. Сызбаның көмегімен сұрақтарға жауап беріп көр. Сөйлеу не үшін қажет? Сөйлеу хабар беру үшін, пікірлесу үшін, білмегенін сұрау үшін, кеңесу үшін керек. Ол не арқылы жүзеге асады? Ол тіл арқылы жүзеге асады. Тіл арқылы адам сөйлеседі, хабар береді, пікірлеседі, білмегенін сұрайды, кеңеседі. Екінші жаттығу. Өлеңді мұқият тыңда. Керейде дәріс аңқылдап, үйрекке тіл бітірді. Қара-қарға қарқылдап, сөйлеп кетті бір түрлі. Абыр-жұмай қаймықпай, торғай сайрап тіл қатты. Ал бөніне жалықпай, шешті қиын жұмбақты. Кенет көлге қаз қонып, басты қоңыр әніне, ақтан отыр мәз болып сөйледі деп, бәрі деп. Келесі шығармашылық үзіліс. Өлең мазмұны бойынша кейіпкер мен сөздерді сәйкестендір. Тіл қатқан торғай, жұмбақты шешкен бөдене, мәз болған ақтан, әнге басқан қаз. Ақтан неге мәз болды? Шынында құстар сөйлей ала ма? Ойыңмен бөліс, өз ойыңды үшінші жаттығуда берілген мәтіндегі оймен салыстыр. Ақтан құстардың сөйлегеніне мәз болды. Өмірде құстар сөйлемейді, тек қиқулап, шиқылықтайды. Үшінші жаттығу. Мәтін түсініп оқы, көшіріп жаз. Хайуанаттар әртүрлі үн шығарып белгі береді. Үн арқылы олар бір-біріне жақындап қалған қауіп-қатер туралы хабарлайды. Мол азыққа кенелгенін жеткізеді. Сөйлеу тек адамдарға ғана тән. Жас сәби сөйлеуді үлкендерден үйренеді. Соңғы екі сөйлемге сұрақ қойып, жауап беріп көр. Сөйлеу қандай тіршілік иелеріне тән? Сөйлеу адамдарға тән қасиет. Жас сәби сөйлеуді кімдерден үйренеді? Үлкендерден үйренеді. Сұрақтарға жауап беруде сөйлеудің қай түрін қолдандым? Ауызша түрін қолдандым. Төртінші жаттығуға назар аударайық. Суреттерге қара, оларды сөйлеудің ауызша және жазбаша түрлеріне ажырат. Бірінші суретте микрофон ұстап тұрған қыз ауызша сөйлеудің түрін қолданса, екінші суретте бізде ол жазбаша сөйлеудің түрі берілген екен. Бесінші жаттығу. Өлеңді жатқа жаз дейді. Атам мені қуантты, маған берді құлақты. Жақсы сөзді құлағың тыңдасын деп шырағым. Маған берді тіл үшін, шешем бол деу мұнысы. Атасы құлақты не үшін берді? Жақсы сөзді тыңдасын деп берді. Шешем бол дегені қай сөйлеу әрекетіне қатысты? Айтылым. Өз үйшігіне кіргіз ойын ойнайық. Ауызша тілде сөйлеу және де жазбаша тілде сөйлеу екі үйшік берілген екен. Төмендегі жазылым, оқылым, айтылым, тыңдалым, осыларды керекті үйшігіне кіргізейік. Бізде жазылым жазбаша тілде сөйлеуге жатса, оқылым, айтылым, тыңдалым бұлар ауызша тілде сөйлеуге жатады екен. Құрметті оқушылар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта жолыққанша аман сау болыңыздар.